Ал қайырлы күн, бүгін бізде копилка ашу күні. Аниса мен Мирас бір ай бойы осылай ақша жинаған. Қазір соны ашамыз, кімде қанша жиналды екен. Сосын бүгін не істейміз, қайда барамыз? Ойыншық алуға. Өздерін жоспарлаған. Тут машинка алға. Мен көпеге арнауға коляска, көпе сияқты қошақ. Айтасың, бірден айтасың ба? Қанша уақыт жинадың? Мынандай. 10 күн жинадың ба? Чекмак. Мынандай. Ақшаны кім беріп отырды сендерге? Әкесім. Не үшін беріп отырды? Екіні ойыншық жиналсын. Ойыншық алуш. Қандай еңбектерің үшін сендерге күнде ақша беріп отырды? Мен жаттығуға алсам кезде әкесі маған ақша берді. Мен сабақты күшті оқығаннан кейін берді. Үйде көмекші болып, әркім өзінің киімдерін жинап, тәртіпті болып. Күнде зат әкелген сразу алып өтняға тасымыз ғой. Жақсы. Ал ендеше ашамыз ба? Ал Аниса ашады, бірінші Анисянікін ашайық. Ал Аниса копилкасын ашып жатыр. Ішінде қағаз ақша да бар екен, новый ақшалар да бар екен, тиындар бар. Деші, Мирас та бар. Ал Мирас та өзінікі төгіп жатыр, кәні. Кәні. Қағаз ақша да бар, тиын ақша да бар Мирастікінің ішінде. Кәні Анисяда қазір санаймын. Ал Анисяның тиын ақшалары және қағаз ақшаларын санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, яғни 10.000 теңге. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 қағаз ақшаң 15.000. Так, 15.000, 16.000, 17.000, 17.200. Ал енді Мирастікін санайық, кәнекей. Так, Мираста 13.750 теңге шықты. Ойыншық сатуға. Ойыншық сатып алатын жерге келдік. Міне Балбөбектен Астанада осындай дүкен, ойыншық сататын автобар, розничный осындай дүкен бар. Бүгін жауынды күн болып тұр. Біз жауынды күнге қарамастан енді копилканы ашқаннан кейін келдік, ал кіреміз. Екі корзинка алып. Осы жағынан бастаймыз ба? Бірнеше ряд енді осылай. Қалқан құлақ банан аты қалай еді? Чебурашка. Чебурашка. Қалқан құлағын апты ма саған? Екінші қатарға кеттік. Ал екінші қатарды қарап шығамыз. Екеуі шешіне бастады что-то. Шешініп кірісейін деді Аниса. Мирас, мынандай машина бар. Лабубу машинка бар ма? Лабубу машинка набор. Мирас қызықпайды ол. Өзге қалды. Колясканы қақпайды ғой, корзинаны. Иә, енді өз жинаған ақшаңа өзің аласың. Мирас мынандай машина қалады, қара. Мынандай тіркеп алатыны бар. Қара. Күшті ғой дөу. Мен сені қаша төлейтін кезде мен беріп. Осыны аласың ба? Қайтсы жынды машина. Мәнен қара, Мирас. Өзің мініп алған болады ғой машинкаға. Ашықта таңға. Мен балысыш. Мал күшті ғой. Өздері ақылдасып отыр. Мен айтам сезімге, сен Мынаны ал Мирасынан қара. Мынаның ішінде неше машинка бар, мынан қара, вертолет. Целый мынау КамАЗ ғой, мынан қара, бүйтіп ашылады. Кән. Онда үйде бар ғой, Аниса. Мынандай үйде болды ғой, біздер дәу машина. Мирас, дөңгелегі сынып қалды. Иә, мынандай аласың ба? Дөңгелегі сынып қалды. Корзиналарын сүйреп әлі жүр екен ойланып. Иә, ондай бар бізде. Мынау ше, мына үстіндегін қара, Аниса, Мирас.
Надан бет айналып жүреді. Қарамайды ондайға. Ондайға қарамайды Мирас. Мына есіктері бәрі ашылады деп көрсетіп жатыр. Машинасы сияқты ғой? Иә, Мирас қара, тура әкешің машинасы сияқты. Міне пульті бар. Зарядтап қоясың. Пульті бар. Иә, міне шетінде тұр. Кәні, міне пульті бар екен. Зарядтайтын ондай ғой, ондайға зарядтайтын. Міне қара осы бар. Көлемі қандай дәу. Мына машина міне бағасы. 15 мың теңге екен. Как раз жетіп тұр ғой Мирастың ақшасы. Вау, мынандай пойыз бар екен міне. Мынандай пойыз қалай Мирас? Мирас, сен гаражы бар машина керек деп жүрдің ғой. Сондай ше, сондай қарақта. Үйді бар ғой. Машина. Толып жатыр осындай машиналар. Bir машинада пульті болады. Мынау уже алып алдың ба? Қай машина алып тұрмын? 14 мың машинасы. Болды онда сен Мирас бір машина аласың онда. Конструкторлар мынаның бәрі құрайтын құрастырғышты. Мынандай да домик бар екен, е? Кішкентай домик. Саған кер жоқ ондай бірақ. Ого, Анисияның таңдаған қуыршақ. Кән не бар дейді мына ішінде? Көзін жабады екен. Көзін жабады, көзін жабады. Не дейді? Лепечу деген не ол? Жылайды деген сөз ба? Сосын су ішеді екен. Дәретке барады екен. Шомылдыруға болады екен. Елу звук шығарады екен. Қоя қорайынша. Өзің жинаған ақшасын алды. Енді көбірек жинайсың ба енсе? Чегіңді ала қой. Чегіңді ал. Чегіңді ал ақа. Неше таңдағансың Мирас сен? 3 түрлі машинка келді ма сенің ақшаңа? Қанша жинап едің сен Мирас? Төлемін жасап жүр. Болдық саудамыз жасап біттік осымен тамам. Чекті апарат тексердім деген печат қойып береді. Оғанға дейін мұнаны түсіре тұрайын. Жаңа жыл басталып кетті мына жерде. Ау. Анашым қағаш, неше? Солға барып тұрма? Пистолет сияқты нәрсе екен кәні. Пистолет сияқты. Тексеріп алдық, болды. Питкен мұны. Кәні шашы бар ма? Шашы бар. Жарықта кіріп, қараңғыда шығып жатырмыз. Қазір уже жабылады. Біз енді шықтық. Таңдап жүргеннің өзіне 1 сағат уақыт кетіп қапты. Так, енді артына бәрін салайық. Алға заттарымызды. Әке, сезім, сартына түсе сал. Ойыншықтарың құтты болсын. Әнсе? Ана қойды, асалат. Қазір үйге барып жақсылап ойнаймыз, я? Қазір енді бір жерге барып шай ішуге. Асылауды достар. Достар ашылады деп қойды. Дұрыстан. Осында кітаптары жиналған жерге шай ішуге келдік. Шай заказ беріп қойдық. Кісілер кітап алып апты. Қандай кітап? Бәрін тізіп қойыпты бағанағы сатып алған ойыншықтардың бәрін осылай. Солдың үстіне. Әнсе қойып жағын мен орамалмен орап қойыпты. Ама пішіне деп отыр. Мына жақта фотосессия отыр. Мына кісі фотоға түсіп отыр. Әнсе, печенье дәмді ме екен? Тағы да екеу осындай печенье ма? Мына менің кофем. Қазір тәттім келеді. Тәтті мен кофе ішкім келіп тұр.
Мына жақтағы кісі чай с лимоном ішеді. Мынаның бөпесі қайда? Мынаның бөпесі қайда? Камбирас, ач кітабыңа қарап. 10 айырмашылықта тұр. тегіс тұрған жоқ, тегіс тұр. Сосын тағы не бар? Қарап ол жақсы. Тағы да. Қарабасын қазір тауғасын айса. Өз тауғасын. Мынандай жоқ, мынандай. Мынандай жоқ, мынандай жоқ. Мынандай. Болды біз шайымызды, тәттімізді жеп, шайларын ішіп, екеуі шаршап, Әнсе жатып қапты қуыршағын алып. Үй жаққа келе жатырмыз. Тұрыңға. Ойыншықтарын түгендеп жатыр. Болды біз үй жаққа келдік. Сезімді бір түсіріп қойын. Мынау жаңа шай ішкеннен қалған пирогымызды қимай салып алдық. 3 түрлі машинка алып енді түгендеп жүр соны. Біреуі қайда дейді. Өзімізше әдейі біреуін машинаға қалдырып кете тұрайық деп едік. Болмай қалды. Планымыз іске аспай қалды. Осы ма? Түгендеп тұр соны. 3 коробка болу керекпін деп. Айнса деген асығыс. Коляскамды жазып, қуыршағым салып ойнағым кеп тұр деп. Сөйтіп біз жеткенше түн батты міне. Таңертең сабақ енді. Уф деп шаршап. Адамдары бар, гаражы бар. Гараж. Я помню, О, Танисаның коляскасын құрап берді әкесі. Қаны көрсетші Таниса не бар? Мені қуыршағы бар. Астына көрпе сап береміз, я? Бәрі розовый екен, қыз бала екен ғой, қыз. Осы сумочкасы бар екен. Астында осы салатыны бар. Дөңгелектері үлкен. Биік екен. Күшті Таниса ризасың ба? Тағы да ақша жинайсың ба енді? Екі ай ақша жинайтын болды енді. Осы жолы 1 ай жинады. Ито оның өзінде күнде емес, я? Арасына күн салып, күнде арасына күн салып ақша жинап отырды. Өзінің несіне тәртібіне байланысты, орындаған тапсырмаларына байланысты әкесі ақша беріп отырды. Содан жинаған ақшасына мін алды. Ал Мирастың ойыншықтарының бірін түсірейік. Мынау осындай құрастырғыштар, я. Неше түрлі құрастырғыштар. Қазір бірінші анадан бастаймыз. Бірінші негізінен бастаймыз. Достар, күнде тәтті жібергенше мобилгаға ақша жинаңыздар. Біздің каналға тіркеліп лайк басып, комментарийға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.